Тоғызқұмалақ. Әлемнің түкпір-түкпірінде адамзаттың қолы мен ақыл ойымен жасалған зияткерлік ойындар мыңдап саналады. Қазіргі деректер бойынша зияткерлік спорттың алғашқы үлгілері осыдан 3,5 мың жыл бұрын Африка мен Азия жерінде пайда болған. Археологтардың қазба жұмысы нәтижесінде табылған ойын тақтасы шар типтес заттар сол уақыттың аралығын көрсетеді. Сондай түркілік өркениеттің қайталанбас үлгілерінің бірі тоғызқұмалақ. Тоғызқұмалақ әлемдік мәдениеттің озық үлгілерімен бой теңестіре алатын рухани ойын, логикалық ойлау спорты. Бұл спорттың басты мақсаты адам ақыл-ойын дамытуға ықпал ету. Түркі халықтарының ұрпақ тәрбиесіне жауапкершілікпен қарайтынына осы ойынның өзі дәлел бола алады. Жасөспірімнің дене күшінің мол болуымен қатар ақылды болуына да көп мән берген бабаларымыз осы ойынды ойлап тапқан. Тоғызқұмалақ қазақтың ерте заманнан келе жатқан спорттық ойындарының бірі. Бұл ойынды қазақтардан басқа қырғыздар, қарақалпақтар, алтайлықтар да ойнайды дейді зерттеуші Сұлтанбеков. Сонымен қатар Түркия, Түркменстан, Өзбекстанның кейбір аудандарында да бұл ойынның ойналатыны туралы мәліметтер бар. Тек ойын атауында кейбір өзгешеліктер кездеседі. Мәселен, тоғызқұмалақты қырғыздар тогуз коргол десе, Ақтеңіз жағалауындағы кейбір көшпелі түрік тайпалары тогуз таш деп атайды. Тоғызқұмалақ шахмат, дойбы ойындары сияқты адамнан шыдамдылықты, сабырлылықты, терең және логикалық ойлауды қажет ететін ақыл-ой спорты. Алғашқы кезде бұның 3 отау, 5 отау, 7 отаулық шағын үлгілері болса, бүгінгі күні біз бұл ойынды жетілген 9 отаулық классикалық ережесімен ойнап жүрміз. Тоғызқұмалақ ойынын тек спорт, өнер, ғылым ретінде қарастыруға болмайды. Ол ата-бабаларымыздың дүние танымы, ұрпаққа қалдырған ақыл-ой мұрасы.